блогердің бірінші күні. Қарапайым блогер, тасып бара жатқан ақшасы бар блогер емес, қарапайым блогердің бүгін бірінші күні, то есть күнін бүгін мен түсіретін боламын. Достар, мен басымды жуып болдым. Енді, қазір тісімді, бетімді жуамын. Енді, көреміз. Оның күліп тұрғандағы бейнесі әдемі. Шаршамаймын айтудан, мен оны әнеті. Маған дәреті, маған мәнеті. Басқалардан бөлек ерекше әлемі. Түн жарық ай астында, сенің қасыңда күліп ем расында. Есіңнен кетпей, ештеңе жетпей, сенің қиылған әдемі қасыңа. Әрдайым көз алдымда болғаныңды қалаймын. Қызықтырмайды мені дым қалай кім. Сені өзімнің бағыма балаймын. Басым жоғалдым, осындай ашылып қалды ғой кәдімгідей. Қазір енді кішкене сүрігіп сосын тарау керек. Солай, мынау кешегі алған 2 литрлік соққы. Содан қалған осы енді. 2 литрлік соқ қайда кетіп жатыр деп ойлайсыздар. Ена жерде папа сырып жатыр. Тамамызды жеп, Мадинаны апарт тастауға бараттырық. Так, солай, мен шашымды қараңдар. Мама. Кем бұл шаш? Мына шаш қиып тастаған. Мен шашын аяққа дейін жетті ғой. Солай, кетіп бараттық енді. Майдан апарт тастауға барамыз, мен ешқайда бармаймын. Апарт тастауға барады. Погода. Біз не қосып қойдық, қараңдар. Шалқар 104-20 десең, радио қосып қойдық. Осындай желмен Мадинаны үйіне апара жатырдық. Мен де шашым қалыспай осылай шығып кетіп жатыр. Мадина өше о деп отыр. Мен де о деймін. Солай, үйіне апарып тастадық. Үйге баратыр. Вот. Айнаны түсіріп тастадық. Мен шашым кепті. Кішкене демалдым, ойын шашым бетімді алып кетті. Сіздер, бүгін мен Пендиодадан товарларым келді. Бүгін ютубқа распаковка қылып түсіретін болам. Бүгін арнамда мен 2 видео шығады. Бүгін шығады, или ертең шығады. Ойбай, бүгін шығады біреуі, екіншісі ертең шығады. Бірақ та бүгін шығарғым келіп тұрған жоқ, ертең шығарып көрейік давай, екеуін бірге уақытта. Бір уақытта емес, біреуін ертең шығарып, келесі күн ананы шығарыпты, солай жасасақ болады негізінде. Так, достар, мен деген кубканы не үшін алдым қазір деген мен бір күшті бір видео түсірем. Инстаграмнан қараңдар. Вот. Губканы жуып алу керек. Әрбір кезде губка жуып тұру керек. Мына жерде білмей қалып мен кешіріп едім. Достар, мына деген жаңа Пендиодадан келген товар ғой. Пендиодадан келіп отыр. Мынау қалпақ, 14 заказ беріп қойып, біз білмей қалып, негіз папам ашаса 15 болады. Ондай да. И менің футболкам, өзім көп күттім бұл футболканы, қазір көрсетем. Мен ұмажыл қапты, ой, не істеп қапты ғой. Фотосын көрсетіп жіберейін сіздерге, қара бір жасады бар. Адам күліп тұратын. Қазір хитта жүргенде. Осындай футболка алдым. И сосын мен деген не алдым, білесіздер ма? Аты қалай еді? Триколар алдым. Неше трикол алдым? Ағаға алдым, әжеге алдым, екеуін сатуға алдым, папаға алдым. 5 трикол алыппын. То есть қайтадан санайықшы, папа, аға, сатуға, 5 трикол алыппын ғой. Солай, қазір енді кішкене болсын демалам. Біз деген Наустырке барады. Білмеймін, не үшін екен. Біз үйге келдік, мен демалып жатырмын. Сол рахат. Азап демалам. Сосын бүгін тиктокқа салған видеоларын сізге жүктеймін. Және де инстаграмға салған рилсті қараңыздар. Бүгін инстаграмда описанияға тастап кетемін, қараңыздар. Мені көріп тұрсыздар ма? Бір жаман айтайыншы. Осымен видео аяқталды. Менің видеоларым 6 минуттық, 7 минуттық, 10 минуттық болып кетеді. Бірақ та осы жолы, то есть осыдан кейінгі жолы видеоларым менің почти бір
35-55 минуттық, то есть почти 1 сағаттық видео қылып монтаждайтын боламын. Енді келесі тақырыпта 1 сағаттық немесе солай, короче. Достар, ренжімеңіздер, сосын видео аяқталды. Всем пока. Всех люблю. Айдай сұлуым менің, болайын тең сенің, шауқазындай жанарыңнан бақыт көруші едім, сенің мекен жайыңа асығып кеп.